Ey жителдер, мен сендерді бекер жинаған жоқпын. Сендер білесіңдер, біздің ауылда Ермұхан деген ютубер тұрады. Ол соңғы кездері бізге өте көп пранк жасап жүр. Сондықтан бүгін біздің кек алатын күніміз келді. Бүгінден бастап Ермұханның үйіне тұзақ құрып, яғни оның өзіне пранк жасайтын боламыз. Сондықтан да мені тыңдаңдар. Есі Ермұхан бірдеңе сұраса, ештеңе білмейміз деп айтыңдар. Ермұханға қазір біз дейтін пранк жасайтын боламыз. Ал кеттік жителдер. Қазір Ермұханның есігін алдына барып тұзақ жасап кетпесем, Ермұхан ойлайды екен ғой, тек қана ол бізге пранк жасайды. Жоқ, мен де оған пранк жасайтын боламын бүгін. Осылай алып бұның есігін алып осылай сындырып кетпей ма? Е-мое, Ермұхан, бүгін саған керемет пранк жасайын деп тұр. Е-мое, сен бұндай пранкты өміріңде көрмегенсің. Енді жителдерден сен көп нәрсені күте берсең болады. Біз енді сен маған емес, біз саған пранк жасайтын боламыз. Е-мое, кімдер мыналар таң атпасын есік қақ тұрғанда адам ұйықтап отқан кезде бұлар да қуады екен ғой. Барып есікті ашып көрейінші, кімдер келіп тұрған. Ема, мына жақта жителдер тұр ма? Жителдер не істеп жүр таң атпастан келіп? Шығып барып көрейінші достар. Ей! Құлап қалдың, Ермұхан, құлап қалдың. Сендер қуасыңдар ма вообще? Е-мое, мен дейтін, мен ұйқымды қиып дейтін сендерге келіп тұрсам, ема, не мынау пранк істеп алсыңдар маған? Ермұхан, сен тупой екенсің ғой. Сен ойнадың ба только сен ғана пранк жасайсың деп? Жоқ, ендігіне баса бізде пранк жасайтын боламыз саған. Е-мое, сендер қуады екенсіңдер, ема, зәрем ұшып кетті, аузым жүрегіме көрінді, мына жаққа құлап кетті. Тупойсыңдар ма сендер, немене маған пранк жасап жүрсіңдер? Ермұхан, сен бізге өте көп пранк жасап кеттің соңғы кездер, сондықтан саған да ұстағымыз керек біздің. Ема, мыналар қуады екен ғой, вообще тупой екен ғой. Хотя не қылыңдаршы, мен шығаруға көмектессеңдерші. Өзің біздерге пранк жасап, біз сені көресі айтпайды, жоқ сені сұрамаймыз. Жоқтан сен өзің шығып. Ема, мыналар қуады екен ғой, тупой десе, так, менің инвентарымда бірден бар, хотя земля бар екен, ема, малардан қай жоқ бұл, ештеген сұрамаймын, так, осылайна мініп кіріп кетейші, ема, кетіндер бар сендер, тупой екен олар. Ермұхан, ендігіне былай біз саған пранк жасайтын боламыз. Тупой десе сен енді бізге пранк жасамасың, кім екен енді көретін боламыз. Е-мое, қуады екен ғой, таң атпаса мен есігімді қағып оятып алып, мен еще тупойлар десе, так, мен камерам қайда, так, камерам қалтамда кетті, все, камерамды алайын, все. Так, хей, барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бүгін Ермұхан, достар, көріп тұрғандарыңыздай, бүгін мен дейтін, короче, ұйықтап жатсам деген, мына жақта бізде жителдер келіп тұр екен. Ойлаған ой болар, типандай бір тағы бір проблема болып қалған шығар, алдындағыдай зомби апокалипсис болып, там, или болмаса басқа бір зомби гиганттар, мутанттар атака жасаған ба десем, жоқ достар, бұлар маған пранк жасап отыр екен. Общем, мен тұрған болса, мына қараңыздар достар, мына жерге мына жителердің бәрі жиналып деген маған пранк жасап отыр екен, достар, бұлар қуады екен. Е-мое, мен бұларға көмектесіп жүрсем дейтін, бұлар вообще екен достар. Қазір біз дейтін, е-мое, мен жителерді қуады екен, бірақ расымен достар, мен жителерге өте көп пранк жасап кеттім, бірақ соны достар маған пранк жасаймын, мен оларға көмектесіп жүрмін ғой достар, грядкалар жинап беріп жүрмін, анау қылып жүрмін, бірақ маған осындай істеген болмады. Так достар, мынау жителер, кетіндер бар, кет. Е-мое достар, мынаны қараңыздар, бізге дейтін таңертең жителер осындай қылып пранк ұстаған болатын достар, бірақ менің басыма бір әдемі идея келіп тұр достар. Сіздер білесіздер, мен пранкпен жауап беремін всегда достар, себебі дейтін, енді пранк жасау дейтін ол өте күшті нәрселердің бірі, сондықтан бүгін біз дейтін жителерге пранк жасаймыз. Енді достар, мынау болмады, енді мынау обязательно жасау керек, мына пранкты жасамасақ болмайды, себебі достар дейтін, мына жителер дейтін офигевші екен, мыналар әлі кетпеген бе екен достар. Так достар, бізде қазір жителер кетіп қалды деген ойдамын. Достар, бізде жителер кетіп қалған екен, жаңа айтуын, мен сөзге түсінбей жүр екен ғой бұлар достар. Общем дейтін достар, мен осы кезге дейін мен көптеген заттарды жинап келген болатын достар. Мен дейтін, общем алдында мутанттарды емдегендеріңіз естеріңізде ме достар? Сол мутанттарды емдеген кезде мен зомби мутанттан мен химикаттар алып қалған болатын. Яғни гигантқа айналу үшін, яғни зомби мутантқа айналу үшін мен химикаттарды алып қалған болатын достар. Мен ол химикаттарды өте бір секретный жерге тығып қойған болатын. Ол секретный жерге мына жаққа, яғни осы өзімнің подвалыма тығып қойған болатынмын. Достар, мен бұл нәрсе негізі пранкқа деп емес достар, бұл нәрсені мен негізі ауылға қайтадан басқа да мутанттар шабуыл жасаған кезде
қолданамын деп едім, бірақ жоқ достар, сіздер көріп тұрсыздар. Жителдер дейтін мен ұйықтап жатқан кезде, яғни менің тәтті ұйқымды бұзып, олар дейтін маған пранк жасап жүр ғой достар, қуады екен ғой мыналар. Все достар, в общем, мына сундуктың ішінде бізде қазір керек нәрселер бар достар. Қараңыздар, мына жерде бізде химический набор, яғни химиялық заттар керек болады. Бізге әрине достар, енді біз зомби гигантқа айналғандықтан бізге голова зомби, яғни зомбидің басы керек болады. Және достар, мынау дейтін молот халка, яғни бұл бізде гигант, яғни мутант зомбидің өте үлкен қарулардың бірі достар. Осы қаруды аламыз. Және свеча и достар бізге зомбидің қаны керек достар. Зомбидің қаны и артефакт. Осыдан незерит пен осы екеу керек болатын болады достар. Мына жерге жасаған негіз қате болады. Қазір біз сыртқа шығып жасайтын боламыз достар. Мына қараңызшы, молот халка деген мынау дейтін просто өте андай. Нелердің бірін тағы да түсіп кетпеймін. Өте андай. Мықты қарулардың бірі, бұл даже алмазный мечшенде өте мықты болады достар. Так бізде жителдер ана жақта жүр екен достар. Так жителдер көрмейтін жерге жасау керек достар. Примерно біз дейтін, так мына жақтарға шығып кетсек болмай ма достар? Все достар, біз орман жаққа қарай шығып кетейік достар. Орман жақта қазір біз дейтін, в общем, біз қазір дейтін зомби болып пранк жасайтын боламыз. Достар, пранк емес, мен конкретно киігімді аламын. Бұлар офигевші шығар, мен оларға көмектесіп жүрсем, мутанттар кіріп кетпесін деп. Так достар, біз примерно осы жерлерде жасасақ болады. Так мына жерден біз дұрыс көрінбейміз, достар, мына жерде көрінбейді екенбіз. Мына жерде шошқалар айтып бермесе болған. Қазір біз зомби мутантқа айналатынбыз. Достар, бізге қазір дейтін достар, бізге бірінші болып незеритовый блокты қою керек. Одан кейін үстіне, достар, сіздер херабрин шақырып жатыр деп ойлап қалмаңыздар. Мен зомбиға айналып жатырмын достар. Маған секретный затты айтқан болатын зомби гигант. Осылайынан осы красный факелді қоямыз достар. Потом бізге зомбидің қанын мына жерге қою керек достар. Осы екеу бір-бірімен байланысып тұру керек. Обязательно достар, осыз болмайды. Және достар, мен қазір гигант алмай тұрып, сіздер арнаны жазып лайк басуды ұмытпаңыздар достар. Так бізге енді қазір дейтін оң жаққа мынандай осындай майшамды қою керек бізге осында. Сол жаққа мынандайды қою керек достар. Все достар, бізде қазір дайын. Так достар, бізге мына жерге қазір химический наборды мына жерге қойып жіберейік достар. Қазір біз дейтін керек заттарды алайық. Так осылайдан все, мынандай тамшы, екі тамшы алайық. Все достар, екі тамшыны маң үстіне так осылайдан тамыз жүрек. Все достар, бізде тамызылды. Енді біз дейтін достар, қазір мына жерде так земля блокты сындырып тастайын. Достар, мына жерге қазір дейтін голова зомбиді қоятын боламыз достар. Все, біз дейтін почти қазір зомби гигантқа айналуға бізде бір ғана қадам қалды достар. Бізге қазір дейтін мұны молот халканы қолымызға ұстап тұрып, так оң қолымызға ұстауымызды. Мұны артефакты достар бізге қазір дейтін зомби, голова зомбидің артына лақтырып, соның үстіне тұра қалу керек достар. Себебі соға тұрған кезде біз дейтін қанымен реакция болып, біз қазір дейтін зомби гигантқа айналатын боламыз. Давайте, мен енді мұнан лақтырмай тұрып, сіздер арнаға жазып лайк басып ұмытпаңыздар достар. Ал кеттік, ал бірге сынайық. 1, 2, 3. Так достар, ол лақтырды және тұра қаламыз. Так, маған не болып жатыр? Е-мая, не болып жатыр маған? Не болып жатыр? Не болып кетті мұна ол дейтін? Е-мая, так менің даусым өзгеріп кетті ма? Немене бәле? Ойбай достар, өзім жошып кеттім ғой. Достар, біздің пранкымыз сәтті шықты. Ойбай, пранк деп ма? Біздің экспериментіміз сәтті шықты достар. Қараңыздар, біз дейтін зомби мутантқа айналдық достар. Е-мая, сіздерге көрініп тұрған жоқ па? Сезіліп тұрған жоқ па? Білмеймін, бірақ менің даусым кішкене өзгеріп кетті ма? Комментария жазып кетіңіздер достар. Егер өзгеріп кетті десе, өзгеріп кетті деңіздер. Мен что-то даусым более грубып кетті ма? Так, мына артефакт мына жаққа лақтырып кете берсек болады достар. Мыналар қала берсін, бұлар келесіде керек болатын болады достар. Так, мына земляны мына жерге қойып кетейік достар. Бізге қазір жителердің көзіне көрмей, яғни көрмейтін жерден барып, біз қазір шабуыл жасауымыз керек. Ата жителер деген бізді түсінбей қалатын болады. Және достар, біздің мақсатымыз бағана маған осы пранкты ұйымдастырған жителі тауып, соны қорқыту керек достар. Е-мая, әрине сіздер біз пранкымызды басталмай тұрып, әрине арнаға жазып лайк басуды ұмытпаңыздар достар. Е-мая, қараңыздаршы, біз қандай үлкен болып кеттік достар. Мына қараңыздар, біз қазір өзіміздің қаруымызды тексеріп көрейік. Есек кешірмемесе өлтіруге тура келеді достар. Так, осылайдан все достар, көрдіңіздер ме? Бізде өлген болатын, бізде есек дейтін. Біз қазір жителерді осылай шабуыл жасайтын боламыз достар. Әрине сіздер өздеріңіз лайктарыңызды басыңыздар. Все достар, біз қазір дейтін пранкымызды бастайтын боламыз. Және достар, мен өзіме зачарованное яблоко алған болатын достар. Себебі бізде қайдан білеміз? Бізде қазір дейтін жителдер, бізде білесіздер, қазір мутант зомбилардан қорқпайтын болып кеткен достар. Алдындағыдан кейін енді достар, біз қазір жителерге шабуыл жасайтын боламыз. Анан қараңыздар достар, ана жақта надзорда бір житель тұр. Так, мыналар маған жақындап келе жатыр ма? Қалай өзім так жителерге қарай барайық достар.
Ей, мына уж келе жатыр. Ема достар келе жатыр. Шабылды, бізде гигант зомби келе жатыр, шабылды. Ема достар, малар сөйлеп жатыр. Так, осылайынан. Так, өлтір. Все достар, бізде мына жительдер офигевший достар. Малар дейтін, даже гигант зомбиден қорқпайтын болып кеткен. Так, малар мен нормально хықтымда алып қояды екен. База жоқ достар, давайте. Мына житель бізде тисе ме екен бізге? Жоқ достар, бұл житель тиіспейді екен. Так, бізге шабуыл жасап жатқан жительдерді өлтіру керек. Но бағанағы пранк жасаған жительдің біреуі ғой ма достар. Так, сені де өлтіреміз. Так, өлсен де. Так, өлтіреміз достар. Малар кәдімгідей немене қолдарына қандай оружие ұстап алған достар. Жоқ, мына бізде житель тиіспейді екен. Давай, сен кел ал. Сені өлтіреміз. Так, қорқсаңдаршы менен. Ема достар, вообще қорқпай жатыр. Так, шабуылда, мына гигант зомби бізді өлтіреді. Қашыңдар, давайте слабый жительдер тығылыңдар. Ема достар, малар айтып отыр. Так, бізде слабый големдер қайда кетіп қалған достар. Даже татау офигевшилар малар големдерді шығармаған екен достар. Так, бізде аны поход бізде главный житель ғой достар. Так, бізде қазір дейтін золотой яблокын жеп алайық достар. Ё-моё, қараңыздаршы достар. Менің мыналар дейтін нормально құтымда алып қояды екен. Все достар, бізде мына өлген болатын достар. Көрдіңіздер ма? Мыналар дейтін бізде бір удардан өліп жатыр мына жительдердің бәрі. Так, мыналар бізге шабуыл жасамайтын жительдер екен достар. Все, мыналар бағана пранк жасамаған жительдердің бірі ғой деймін достар. Все, мыналар пранк жасамаған жительдердің бірі. Так, достар, ана жительге біз қазір барып дейтін общем ананы қорқытатын боламыз. Так, мына ішіне мен кіре алмаймын деп тұрмын достар. Все, мыналар қазір біз сындырып көретін боламыз. Все, достар, қазір сындыру үшін мен админнан креатив сұрап алған болатын достар. Так, осылайдан сындырамыз достар. Ема біз сыймай жатырық қолмаң ішіне. Датау қараңызшы, біз датау қандай гигантский болып кеттік достар. Так, мыналарды сындырамыз. Все достар, так, мыналарды сындырамыз. Қазір біз дейтін соңына жеткен кезде дейтін біз неге айналып кететін боламыз достар. Все, біз былай қарай шығамыз. Так, осылайдан тұрамыз. Тиіспе, маған гигант зомби, тиіспе, пожалуйста, тиіспеш маған. Ана қорқып кеткеніңіз қолмам. Мен саған тиіспен ойымдама. Сен бағана таңерте Ермұханға пранк жасаған кім? Мен жасаған, мен айтам, кешір мен Ермұхан сен досың екен білмедім маған, кешір сұрайым. Так, Ермұхан менің досым екен білмедім ме? Так, достар, біз қазір дейтін тұрамыз да, қазір біз өзімізге айналып кетек, се достар. Ермұхан, сен қуасың ба, сен бізге де пранк жасап жүрсің ба не? Житель алданып қалды ма? Бұтыға шықпайын дедің ғой сен, мені көріп. Ермұхан, сен қуады екенсің ғой, топы жаңағы жительдерін істедің. Оларды ма? Оларды мен случайно өлтіріп қойдым. Өлтіріп қойдық, тупойсың ба сен, олар өлтірмеші шолмедің самый верный друктарым еді ғой пранк жасап жүрген. Енді достарыңа үйретіп жүр, Ермұханға пранк жасау қате деген сияқты қылып, в общем, енді сондай болып қалды енді. Ё-моё, Ермұхан, енді саған пранк жасамаспын. Ё-моё, топой, сен дейді просто менің достарымды өлтірді сәтік бе? Ё-моё, менің достарым неге өліп кетті? Жылама болды, житель қой, мен кеттім. Енді пранк жасамау керек деген түсіндің деген ойда маған. Так, енді осылайдан түсіп кетейік достар. Ё-моё, біз дейтін главный житель екен. Достар, көрдіңіздер ме? Анау дейтін бізде қалай қорқып кеткен болатын. Так, мына жительдер база жоқ, бұл жительдер бізге пранк жасамаған болатын достар. Так, бізде қазір креатив бар да, мыналар жөндеп жүрек достар. Все, осылар жөндеп қояйық достар. Достар, бүгін бізде осындай видеоролик болған болатын, сіздерге ұнатты деген ойдамын достар. Келесіде қандай мутантқа айналып пранк жасайын бұларға достар. Ё-моё, бұлардың негізі маған пранк жасағаны қате болды. Ендігінен бұлай маған пранк жасамау керектігін білетін болады. Достар, сіздерге бүгін видеороликті ұнатты деген ойдамын. Әрине, арыз лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен Ермұхан, келесі кездескенше қош сау болыңыздар.